Қыздар, сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бесік туралы видео түсіргім келіп отыр. Жаңағы бесікке тоқтала кетеміз, құрал жабдықтарын қалай бөлеу керек, сол туралы. Сіздерге қызықты болса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Негізінен бесікке мен тоқтала кеткен болатынмын өткен видеода. Ол 1 жыл бұрынғы видео. Сондықтан бүгін сіздер біраздарыңыз сол бесік туралы видео түсіріңізші, құрал жабдықтарын түсіріңізші деген қалай бөлеу керек сол туралы сұрапсыздар, сол туралы түсіргелі отырмын. Так, сіздерге көрсететін болсам, мінекей бесікті мен дайындап қойдым. Бесіктің негізінен мынандай ішіне салатын ленталары болады. Балаға аяғын байлауға және қолын байлауға ыңғайлы. Тербеткен кезінде баланың қолы, аяғы шешіліп кетпес үшін жасалынған бұл. Және мына ал мына осындай баланы орау үшін осындай төсеніш, кейін жастықтары, мынау мамықтары, мамық, жастығы, түбек шүмектермен бөліп көрсетемін. Түбек шүмектерін бөліп көрсетемін. Қазір сіздерге енді балам бесікке жатпайды, сондықтан ол жатқызу мүмкін емес. Сондықтан сіздерге бөліп көрсетемін. Неке мынаны әдемілеп жақсылап саламыз. Ленталарын саламыз. Баланы жатқызамыз. Баланы бесіктің оң жағынан саламыз. Тұрып ерінбей. Оң жағынан саламыз әдемілеп. Және аяқтан бастаймыз. Түбегін, шүмегін салып, жақсылап саламыз. Және себебі қозғалып кетпес үшін мына лентамен олай істейміз. Аяғын қатты байлаймыз, өйткені бала аяғын қатты күшімен шығаруы мүмкін. Және мынаны былай істейміз. Былай ораймыз. Және екінші жағын ораймыз. Бауын алып, аяқ бауын ар жақтан өткізіп, байлаймыз. Мен ар жақтан өткізіп, аяғым келмейді отыруға, тартпауға. Осылай байлаймыз. Келесі мінекей қарап отырсаңыздар, баланың қолын байлаймыз. Қоршауымыз кішкентай. Былай байлап, қолының бауын шығарамыз. Ешқандай қиындық жоқ. Бесікке бөлеудің кейбіреулер ерініп жатады ғой, ол ерінген дұрыс емес. Бесік ең ыңғайлы, балаға да, анаға да ең ыңғайлы. Неке басына осылай қойып, егер үйлеріңіз кішкене салқында болса, көрпе жабуға болады, болмаса осылай жата беруге болады. Неке осылай жабамыз да баланы ұйықтатамыз, тербетеміз. Өте ыңғайлы бесік негізін ұстаған. Емізген кезінде бір жақтан отырып емізе бересіздер. Емізгенде оңай, мысалы, кейбіреулер қинап жатады, емізгенде шешіп алып жатады. Ол негізінен дұрыс емес, бала жаурап қалуы мүмкін. Бесікті негізінен кішкентай кезінде қолданған дұрыс, өте ыңғайлы. Мысалы, жылаған кезінде тербетесің да, барып өзің шаруаларын істей бересің. Емізесің, емізіп кетіп, мысалы, көтересің, сол сияқты. Бесік өте ыңғайлы. Бесіктің түбегі осындай болып келеді. Әр бесіктің өзінің несі болады негізінен дүкенде алғанда, сатып алғанда. Және шүмектерім неке мынандай. Баланыкі, ұлдікі осындай болып келеді. Жаңа бөлеген кезінде, баланы бөлеген кезінде мына жеріне астына
кішкене мақта қойып нету керек, бөлеу керек, орап. Өйткені батуы мүмкін, ауыртуы мүмкін, қажауы мүмкін. Оны өздеріңіз қарайсыздар енді. Батып жыласа, мақта орап тастасаңыздар болады. Қыздікі мінекей мынандай. Екеуі екі түрлі ғой енді. Оған да кішкене мақта шетіне орақ қойға болады. Негізінен маған енді екеуін бөлегенде қыздікі оңай болған сияқты. Бөлегенде оңай. Жаңағы шүмегін қойған оңай болды, және дәретін жайған жоқ. Ал ұлдікі білмеймін неге екенін дәретін жайып қоя берді. Енді әркімде әртүрлі, біреулерге қыздікі қиын болады. Егер мұндай шүмектеріңіз болмаса, қолдан істейді. Біздің қазақтарда шүмекті қолдан істейді ғой енді. Ұлдікін мен бұрын әжем істеп беретін немерелеріне. Қолдан істеп қағаздан. Қыздікіне не сүйектен жасай ма, сондай өздерінің нелері бар енді, әдістері. Күнге осы. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, ұнаса, лайк басыңыздар, менің арнамнан алыстамаңыздар, жаңадан видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.